Ассалаумағалейкум қыздар, бүгін біз сіздермен мясо по-тайски тағамын жасайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қызып тұрған майымызға пиязымызды салып жақсылап қуырып аламыз. Ары қарай етімізді салып қуырып аламыз. Кез келген етті пайдалансаңыз болады. Менде тауық еті болды. Тауық етімен өте дәмді болып шығады. Тағамымызға чеснок және де тұз қосамыз. Бұл тағамға артық дәмдеуіштерін қосудың ешқандай да қажеті жоқ. Дәмі бұзылып кетеді. Ары қарай 3 қасық соя соусын құйып, тағы да қуырып аламыз. Келесі кезекте перец салып бұқтырып аламыз. Перецті қуырмайсыз, жай ғана осылай бетіне салып бұқтырып аласыз. Ары қарай помидорды да дәл солай жай ғана бетіне салып бұқтырып аласыз. Тағамымызды осылай бетін шауып 5 минутқа бұқтырып аламыз. Тағамымызды дастарханға әртүрлі гарнирлермен ұсынуға болады. Мен гарнирге күрішті таңдадым. Сіз пюре немесе макаронмен ұсынуыңызға болады. Сіз әрі дәмді дайындалатын рецепт сіздерге ұнаса, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Тоқтамысова ас болсын.